Бүгін бізде қонақта визажист, блогер, модель, өзіміздің атырауымыздың қарапайым жігіті Айди Тажиев. Фотосы бар, менде ең бірінші клиентімді бояндырған, бірақ қатты қобалжып, қорқып жұмыс жасаған айлесін берлік. Мен ауа райы сияқты құбылмалы адаммын, өте. Жағдай қалай, соған қалай менің көңіл күйім өзгереді. Түгелдей Атырау бойынша сен сонда жалғыз ғана ер адам визажистсің, осы салада жүрген? Иә, барлық техниканы көрсету үшін мен 2 ай жетпеуі де мүмкін, өйткені фантазия мен идеяны іске қосып жұмыс жасау керек. Ер адам терісі, әйел адамдардікінен мүлдем өзгеше, басқаша кішкене қаттылау болып келеді. Сол себепті оларға бәрі макияжандай қатты слой болып көрініп тұруы мүмкін. Ауыр хейттер болды, жұмысыма кедергі жасағысы келген адамдар болды. Сен сияқтыларды ұрпақсыз қалдыру керек. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Эфирде ЕМА подкаст. Және бүгін бізде қонақта визажист, блогер, модель, өзіміздің атырауымыздың қарапайым жігіті Айди Тажиев. Қош келдіңіз студиямызға, Айди. Рахмет. Қалайсың, жалпы жақсың ба? Шүкір, жақсы, рахмет. Кішкене қобалжыптым. Камералар тұрғасын, а так бәрі жақсы. Былай бәрі нормально дейсің. Негізі сен камерадан вообще қобалжымайтын адамсың ғой? Түр көрсетем сондай. Но кішкене новый, жаңа адамдар, жаңа орта болса бәрібір де кішкене волнение болады. Жалпы негізі камераң алдында бұрыннан бері жұмыс істеп келатсың ба? Жоқ. Инстаграмда жұмыс жасадым. Жасаймын әлі күнге дейін, бірақ жаңағыдай үлкен жақта, үлкен дәрежедегі камералармен, орталармен көп болған жоқ жұмыс жасағаныма. Сол бірінші не білетін өзін Энрико Маринелли дүкені. Энрико Маринелли. Сондағы немін. Ең бірінші жобам сол болды. Ең бірінші үлкен жоба. Жоқ, ең бірінші жобам бана не болған екен, где-то 8-ші класс, 9-ші класс клип. Ол кезде массовкаға түсу үшін. Сол бірінші, содан кейін уже Энрико Маринелли. Сонда 8-ші класстан бастап сен осындай әртүрлі түсірілімдерге, әртүрлі жобаларға қатысып келе жатсың? Жоқ, өйтіп айта алмаймын, банда көп жобаға қатыстым деп айта алмаймын. Тек сол 8-ші класста клипке түскенім болмаса, одан кейін сол Энрико басқа түскен жоқ. Неге Энрико деп отырық? Мүмкін білетіндеріңіз бар шығар араларыңызда, мүмкін көпшілігіңіз білмейтін шығар. Жалпы Айди екеуміз осы Атырауда орналасқан ерлер киім дүкені бар, Энрико Маринелли деген. Сол жерде Энрико Маринеллидің рилдарына, яғни публикацияларына Айди түсетті, стористерін мен түсем. Бірақ бүгін Айди екеуміз бір-бірімізді өмірімізде бірінші көрдік. Конкурентіміз. Бір жыл бойы түсіп келе жатыр. Ол магазинге күшті реклама болады. Иә. Айди, саған өзімнің тарапынан дайындаған бірнеше сұрағым бар. Сол сұрақтарды бірге қойып, бірге талқыласақ. Бірақ та бұл біздің түсіріліміміз интервью форматында емес, жалпы подкаст форматында болатын, тағы да есіңе салып кетем. Сондықтан өзіңді еркін сезініп отыра бер. Өз тарапынан маған сұрақтар болса да, пожалуйста, мархабат. Түсінікті. Жалпы сен енді визажист екеніңді мен ойымша тек қана Атырау емес, жалпы түгелдей Қазақстан біліп келе жатқан сияқты. Өйткені рекомендацияларға көп шығасың, сен презентацияларында адамдар көп көреді. Енді сұрақ, жалпы осы визажист болуға саған не түрткі болды? Жалпы бана айтып кеткенде мен ауылдың баласымын. Атырау облысы, Махамбет районы болды ол кезде, Алмалы ауылында дүниеге келдім. Сол Алмалы мектебінде оқығаннан бастап, кішкентай кезінен қалыптасқалы, мен өзім әдемілікті жақсы көрдім. Оны әрқашанда айтам, мен ер балалармен ойнағаннан гөрі қыз балалармен ойнағанды ұнататынмын. Әлі айтам, мен деген тіпті қуыршақ ойнап өстім, өтірік айтпаймын. Машина ойнамай, банаға кішкентай кезінде мектептен демалыс береді, 3 ай каникул кезінде мені ата-анам қалаға нағашы апаларының үйіне, жиен апаларының үйіне алып барады. Сол тастайды, каникулға жатамын да сол қалада. Сол кезде банағы тетелес өсіп келе жатқан сестраларының шашын ұстап, бүйралап, соларды бояндырып, тырнақтарына лак жағып сөйтіп бастадым. Сол кішкентай кезімнен бастап жалпы әдемілікті жақсы көрдім. Қалыптасты. Жалпы көбінесе қыздардың арасында өстің, солай ма? Жоқ, жалпы біздің семьямызда 2 баламыз. Мен ағам бар туған, Әлі есімді, сосын Жақсылық
есімді тағы бір ағам бар. Папаларымыз бір туған, үшеуміз бір семьяда өстік. 3 бала болып, қыз болған жоқ біздің отбасымыз. Просто бана демалыс кездерінде сол банағы қызы көп отбасыларға барамын да үйлеріне деген. Сөйтіп басталған нәрсе. Негізі былай ауылдың жігіті екені көрініп тұр да, мындай қазақшаң өте керемет. Рахмет. Көбісі сол үшін мақтайды деймін ба мен. Иә, байқаймын негізі өзіңнің стористерінде былай әртүрлі видеоларында, әртүрлі жарнамаларында көбінесе қазақша сөйлеуге тырысасың, өз публикат, мына презентацияларында. Негізі ол сен үшін өте маңызды ма? Өз продукцияны қазақша. Мен үшін прям патриоттық сезіммен, ойбаймен қазақша сөйлеуім керек деген сияқты маңызды рөл атқармайды. Мен жай ғана қазақ тілінде сөйлегенде өзімді еркін ұстап, ішімдегіні жеткізе аламын. Орысша тілмен кішкене сақауланамын. Нақты ойымды айта алмаймын, сол себепті маған қай тіл ыңғайлы, сол тілмен ғана көбінесе ақпарат беруге тырысамын. Жалпы сен білім алған тілің қазақ тілі. Қазақ тілі. Ал Алмалыдан қалаға сен қашан келдің? Алмалыда 7-ші сыныпқа дейін оқыдым. 7-ші сыныптан кейін мен Атырау қаласында орналасқан Нұрғиса Тілендиев кіші өнер академиясына оқуға түстім. Жиен ағам Малай академия бар ғой. Жалпы жиен ағам сонда оқыған, сол бана предлагать етіп мені сонда оқуға түсіргісі келді олар. Жалпы мен мамандығым негізі ол жерде интерьер дизайн мамандығын бітірдім қосымша. Ана жай сабақтан бөлек. Бірақ мен ол мамандыққа түскім келген жоқ. Жалпы бана айтып кеткенде кішкентай кезімде әдемілікті жақсы көрдім. Мен киім дизайнер болып оқуға түскім келді. Как раз сол мектепте ол мамандық қарастырылған. Бірақ атырауский менталитет, жаңағыдай ол сыныпта көбінесе қыздар оқиды, тек қана ер адам оқымайды дегесін мен амал жоқтан интерьер дизайнға түсіп кеттім оқуға. Негізі сол кейбір кездерде мен ойымша андай тым менталитет кейбір жерлерде адамға қатты кедергі келтіретін сияқты. Кедергі келтіреді, оған келісемін. Сосын кейбір мамандықтарды біз қалай априори еркектердікі және әйелдердікі деп бөліп тастаймыз. Олай да дұрыс емес сияқты, солай емес пе? Ондай комментарийлар қазір маған Инстаграм желісінде емес, өйткені Инстаграм желісінде менің оқырмандарым, ол жазулы тұрған оқырмандарда, олар уже мені таныды, мен туралы білді историялардан. Ал ондай комментарийлар маған көбінесе TikTok желісінен келеді. Өйткені TikTokқа бір видео салсаң, банағы жұмыс жасап жатқан, макияж жасап жатқанда, ол не только атыраудың адамдарына, басқа да Қазақстанның басқа тұрғындарына көрінеді. И сондай банағы кері әсер беретін комментарийлар TikToктан көп келеді. Кәдімгідей негативті дейсіз ғой? Негативті. Өте көп негатив. Мен барлық адамды олай теңемеймін, бірақ та TikTok желісі арқылы біздің Қазақстанымызда кішкене санасы төмен, ойлау ой өрісі төмен орналасқан адамдардың көп екеніне көзім жетті. Мен сол себепті ойлаймын, Қазақстанымыз біздің дамымайды. Мүмкін мәселе анада шығар, TikTokта видеоларың рекке көп түсетін шығар, рекомендацияға. Мүмкін ол да өзінің әсерін тигізетін шығар. Ол енді еш адамға зиян тиіп жатқан жоқ. Просто мен айтайын дегенім, бұл жерде TikTokта көп жаңағы маған негативті комментариялар көп келеді. Неше түрлі комментарий келеді. Ол жерде видите, мен видео жүктеген кезде көбінесе өзіме мысалға күтім жасап атқан видеоларымды саламын. Ол жақта үй жинап жатқан видеоларымды жақсы көріп саламын да, өйткені мен кішкентай кезімнен тазалықты жақсы көріп өстім. Әкем солай үйреткен мен деген. Оқытып атқан нелерімді саламын. Әрине барлығы жаман комментарий емес. Ол жерде мақтау сөздер де бар, маған мотивация беретін сөздер де бар. Бірақ 50% адамдардың несі. Жарайды, негативке тағы да подкастымыздың орта жағына қарай, соңына қарай тағы да қайта оралармыз. Бірақ та сені адам ретінде қалай андай визаж, сұлулық дейма, қалай не дейді? Сұлулық саласында жүрген маман ретінде саған сол мамандығың бойынша тағы да сұрақтарын қойғым келеді. Жалпы осы салада қашаннан бері жүрсіз және ең бірінші клиенттеріңіз есіңізде ме өзіңіздің? Менің бұл салада жүргеніме биыл июнь айының 1 күні 10 жыл болады. 10 жыл. Демек 2015 жылы мен 11 сыныпта аяқтадым. Бірден осы салаға бет бұрдым. ЕНТ тапсырғаннан кейін мен осы салаға бет бұрып курс оқыдым.
Сен сонда 98-сің, 97. 18 жасынан бастап осы 17 жасынан бастап. Ал ең алғашқы клиенттерің кім болды жалпы, есіңде ме? Ең алғашқы клиенттерім есімде. Аттарын білмеймін, бірақ деген сол өзім шамалас адамдар болды, жасы деген. Әлі есімде, ол кісілер менің оқырмандарым, бір кісі әлі жазады. Фотосы бар, менде ең бірінші клиентімді бояндырған, бірақ қатты қобалжып, қорқып жұмыс жасаған, әлі есімде бәрі. Ең бірінші клиентің сізге қандай сомада ақы берді? Ол кезде білуімше мен жаңадан бастап атқасын 5000 теңге макияж құны болған. Қазір сіздің құныңыз макияж? Қазір қымбат емес, менің қазір өзімнің жұмысыма сай, қолданатын продукцияларға сай, опыт работыма сай баға қойдым. 20 мен 25 мың аралығында. Яғни 10 жылдың ішінде Айди Тажиевтің қызметі макияж бойынша 4-5 есеге қымбаттады. 4-5 есеге қымбаттады, бірақ аралық банағы арзан суммада көп жұмыс жасаған аралық көп болды. Мен қымбаттаттым тек қана осы бертін келе. Оған дейін мен адамдарды түсіністік танытып, жаңағыдай өзім жоқшылықта оқығасын, кішкене кезінде қарызға оқыдым, мен сондай болды да. Сол үшін мен адамдардың жағдайына түсініп, өзімнің жұмысымның бана шаршағанымды ондайды есепке алмай, мен барымша көбінесе арзан бағада жұмыс жасап жүрдім. Одан бөлек инфляция да бар да бұл жерде? Ол жерде әрине мен оқуға барамын, тек қазіргі таңда қымбат қой, бәрі өзіңіз білесіз. Алатын продукциялар, оқу, шетелге барып оқыдым қаншама рет. Сол үшін тек қана жақында ғана көтердім осы 1-2 жылдықта. Осы сұлулық саласында жалпы білім алу, тәжірибе жинау, оның ішінде шетелде білім алу қатты маңызды ма сен үшін? 2016 жылы мен Мәскеу қаласына барып, белгілі визажист Гуара Витисяннан білім алдым. Армянка білетін болсаңыздар. Ол кезде қатты әсері тиді. Бана Мәскеуге барып оқығанның арқасында менде клиенттер лық толды. Банағы адамдар ол кезде сенің қалай жасайтыныңа қарамайды. Ол кезде сен сол Гуардан оқып келіпсің, сол үшін саған келдік деген клиенттер де болды. Әсерін тигізді. Одан кейін сен тағы да бірнеше мәрте Мәскеуге барып тұрдың? Бардым. Екінші рет 2019 жылы бардым Гуара Витисянға. Екінші курсына сабақтым деген. Сол кезде, кстати, ол мені таныды арада 3 жыл өткенде. Өйткені 20 қыздың арасында жалғыз ер адам мен болдым. Қалай есте сақтамайды дейсің ғой. Содан қазіргі мен соңғы білім алғаным 2010 емес, осы жылы. Сен барып келдің ғой жақында. Қай еді? Февраль айында басында барып келдім. Ол енді тоже мәскеулік белгілі визажист Сердар Камбаров деген ер адам. Сіз қазір енді визажист адам, осы сұлулық саласында жүрген адамдардың аттарын айтып жатсыз. Ол біреулерге танымал адам болуы мүмкін, бірақ көпшілікке бейтаныс адамдар. Жалпы сұрағым бұл жерде, бұл салада жалпы бұл кісілер сізге шабыт бере ме? Және жалпы бұл салада сізге шабыт беретін адамдар бар ма? Шабыт беретін адамдар бар, әрине. Банағы ол енді менің өзім таңдаған ұстаздарым. Кезінде мен шабыт алу үшін, солардан мотивация алу үшін, ол мен ұстаздарым. Ең алғашқы ұстазым, ол мен Атырау қаласының тұрғыны, Пантера деген сұлулық салоны бар Авангардта. Сол кісінің сол салонның қожайыны Эльмира Серікқалиевна деген қыз менің алғашқы ұстазым. Мен сол кісіге әрқашанда алғыс айтамын, өйткені каждый банағы менің макияж туралы саламды сұраған адамдарға бірінші кезекте сол кісіні айтамын, өйткені себепкер болды. Маған жол көрсетті, маған көп опыт жинап берді. Ең бір шабыт алған кісім сол. Одан кейін қазіргі таңда мен ойбай осыдан қарап шабыт ала, мынау визажист сияқты болғым келеді деп ондай жоқ. Өйткені менде өзімнің тәжірибем бар, өзімнің жасаған жолдарым бар, өзім де біреуге шабыт беретін жағдайға жеттім деп ойлаймын. Әрине. Мен жасырмай-ақ қояйын, мен танитын, жақсы араласатын, осы сұлулық саласында жүрген бірнеше қыз бар. Бұрыннан бері енді араласып келе жатқан, қай-қайсысы да аттарын айтпайын дейсің. Сол қыздардың айтуынша андай дейді, Айдидің жалпы үйрету методикасы ерекше дейді.
ол біз әдиге осы салада жүрген жалғыз ер адам ретінде қабылдау емес дейді. Оның үйрету мына несіне қарай барамыз дейді да, өзінің формасына. Яғни сенің үйретуің бір адамға кішкене ерекше шабыт береді екен, адамға жақсы жеткізе алады екенсің, кейбір жерде қатал екенсің, онда білдік. Қаншалықты сен қаталсың және өмірде жалпы қаталсың ба? Мен ауа райы сияқты құбылмалы адаммын, өте жағдай қалай, соған қалай менің көңіл күйім өзгереді. Мен сыртта, мысалы өзімнің командам бар қой қазір деген, сыртта доспын олармен, салонда бастықпын, оларға да қаталдық танытамын, оқушыларға да қаталдық танытамын, оқушылармен кейде әзілдесемін, кейде қаталдық танытамын деген сияқты. Оның түпкі себебі жаңағы мен сіз айтқан түсінікті тілмен үйретеді, бәрін жеткізе алады деген оның түпкі тамыры жаңағы мен өзім кішкентай кезімнен бастағасын, енді жасөспірім кезімнен бастағасын, кішкене жоқшылықта осы нені оқығанымның арқасы деп айтамын. Яғни түгелдей осы саланы сен ақтарып тастадың, білесің барлық. Манағы кішкене маған қарызға оқып, сол состояниеден өткеннен кейін қазірге келіп жатқан алдыма оқушыларыма мен төлеген ақшаларының есесін шығарсыншы. Ұзын сөзбен айтқанда адал жолмен көрсетіп жатырмын да барлығын. Сол жаңағы бір нәрсе үйреніп кетсінші әйтеуір, текке бұнау үйренген білімдер қалып қоймау үшін мен барымша түсінікті тілмен үйретуге тырысамын. Әрі уақыттарда зая кетпесін деп ше. Иә, ол екі бастан. Ал сенің оқушылардың арасында тек қана қыз балалар ма, әлде ер балалар бар ма үйреніп жатқан? Өмірімде 2 ер бала оқытып көрдім тек қана. Бірақ қазір білмеймін, олар жұмыс жасай ма, жасамай ма. Оған дейін барлығы қыз балалар. Олар осы Атыраудікі үйренгендер? Атыраудікі болды, Олар сонда қандай мақсатпен үйренді? Жай бір қалай андай бір уақытта ғана қызығушылық оларда туындады да, сосын барып үйренді ме, әлде бір өмірлік мақсаттар болды ма? Мүмкін сен сияқты. Олар салонда жұмыс жасағысы келіп, тоже енді білмеймін, әдемілік жақсы көрген шығар, олар да салонда жұмыс жасағысы келіп оқыған балалар. Қазір олармен байланысым жоқ, ешқандай қайда не жасап жатырғандарын білмеймін. Мен ойымша олар көп жасаған жоқ ол жұмысты, өйткені бір кішкентай Атырау болғасын біз еститін едік, тағы да ер балдар бар деген сияқты. Ойымша жасамайды қазір. Бірақ түгелдей Атырау бойынша сен сонда жалғыз ғана ер адам визажистсің, осы салада жүрген? Иә, қазіргі таңда мен ер балдардың қатарынан визажист маманы ретінде және ең бірінші. Ол кезде 2015 жыл болған жоқ ер балдар. Сол үшін қызық болдым мен адам. Енді сенің айналысатын шаруаңмен кішкене былай сол сенің шаруаңды талқылайық. Мысалға сен визажист болғандықтан сен тек қана бетке қатысты сұлулыққа жауап бересің бе, әлде басқа да қалай енді тырнаққа, қолға, тағы да басқа жерлерге? Мен ең бірінші макияждан бұрын шаш, прическа оқыдым. Парикмахер болып жұмыс жасадым, шаш қидым, әйел адамдардың покраска жасадым шашқа, қаш жұлдым, коррекция бровей, кірпік жабыстыру оқыдым. Мен айтамын таныстарым, мен шугарингтен бәрін басқасын оқып шықтым деп. Ең шугаринг қалды енді. Шугаринг оны оқымаймын. Сол мен бір орында тұрған жоқпын, басқа да бір салаларды көрдім, осы сұлулық саласындағы көп саласынан хабарым бар десем болады. Бірақ көбінесе жауаптымын макияжға. Макияжға көбінесе жауаптысың. Ал маған негізі қойғым келген сұрақты онымен есіме шығып кетті. Оқушылар туралы әңгімелесіп жаттық қой, сол кезде сен айтып жатсың да, ер балдар бар, қыз балдар бар. Ал жас шамалар қаншама, мысалға оқушылардан бастап зейнеткерлерге дейін бе, әлде бір нақты бір жас айырмашылығы? Жоқ, негізі мен қазірдің өзінде де жазады, маған банағы мамалары жазады, 13 жастағы қыз дейді, 14 жастағы қыз дейді. Мен оларға рұқсат етпеймін. Өйткені біріншіден кәмелет жасына толмаған, екіншіден ол кішкентай бала болғандықтан мен жаңа айтқандай қаталдықтан қалыватсам, олар ренжіп қалуы мүмкін. 17, где-то 16-дан бастап жайлап ойланып алай беремін оқушыларды. Ең үлкен жас менің даже өзімнің әке-шешемнен үлкен жаста әйел адам оқыды. Атырауда тоже осы салада жұмыс жасайды. Қазір қалды осы салада? Иә, ол кісі до этого парикмахер болып жұмыс жасаған. Есімі Жаңыл, қателеспесем. Сол кісі ол мен мама папамнан үлкен, білуімше. Либо құрдас, шамалас. Сол кісі оқыған.
Яғни сен жасқа қарамайсың. Жасқа қарамаймын. Сол 16 жастан бастап әрмен қарай содан жоғары кете береді. Иә. Бар 40 жастағы келіншектер оқиды. Әр адам өзінің қай жаста табады, ол белгісіз ғой. Қалаған сүйікті ісімен айналысқысы келеді. Сол себепті жасқа қарамаймын. Ал сенің курсының ұзақтығы қаншама? 6 күн. 6 күнде барлығын үйретесің. Үйретемін. 6 апта емес, 6 ай емес. 6 күн. Ол қалай сонда? 6 күнде техникалар көрсетіледі, клиентпен жұмыс жасау, теория сабағы болады, косметикалармен таныстырамын. Енді бұл сала жалпы бір орында тұратын сала емес. Мен барлық техниканы көрсету үшін мен 2 ай жетпеуі де мүмкін, өйткені фантазия мен идеяны іске қосып жұмыс жасау керек. Менің мақсатым қалай кесішкін ұстау керек, клиентпен қалай сөйлесу керек, және де қалай бояу керек, неден кейін нені жағу керек, лайфхактармен бөлісу сол. Әрі қарай оқушы өзі жұмыс жасап, практика жүзінде қолын жаттықтырып, тағы да оқу керек, тағы да оқу керек, тағы да оқу керек. Потому что бұл сала бір орында тұрмайды. Әр жыл сайын өзгереді. Жаңа косметикалар шығады, жаңа техникалар шығады да, мысалға. Мен енді бір нәрсені үйретіп, сонымен жасай берсе, ол адам өспейді. Мен әр оқушыларыма сөйтіп айтамын. Керісінше оқи беру керек. Мен бастапқы әліппесімін ғой. Әліппені жаттаттырамын, ары қарай өздеріне байланысты. Ал сенің курсыңда теория мен практиканың үлесі қаншама? Теория көп па, әлде практика көп па? Практика көп. Теория бірінші күні болады, танысу сабағы, косметикалар туралы ақпараттар айтамын, кесішка клиенттермен қалай жұмыс жасау керек, инстаграмға не салу керек, сондай кеңестерімді беремін де, қалған күндері 5 күні практика жүзінде. Бірақ мен енді 5 күнге 5 техника бөлінеді ғой ол жерде. Мен қосымша техникалар көрсете беремін сабақ барысында. Мысалы, қандай техникалар бар, ерекшелігі қандай курсының? Қазіргі таңда бояну жағынан табиғилыққа келіп жатырмыз. Қатты бұрынғыдай сол 2015-2014 жылдардағыдай емес. Ол кезде салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, макияж әдістері қазір мүлдем ерекше. Керісінше адамның сұлулығын одан әрі тек қана түзеп, әдемілеп жіберу. Сол ерекшелігі. Негізі андай халықтың арасында стереотип бар ғой, қыздардың бәрі боянады, сұлулық табиғи емес деп. Сен осындай стереотиппен жалпы қалай ойлайсың? Келісесің бе? Мен олай айта алмаймын, өйткені бізді әрқайсымыз әртүрлі жаратты ғой. Адамның бет әлпетін, бет формасында макияжсыз әдемі емес деп айта алмаймын. Барлық адам өзінше әдемі. Бірақ адамның недостаткысы өзіне ғана көрінеді. Ол менде де бар, ол сізде де болуы мүмкін да. Тек қана өзің көресің, сол жерін ұнамайды. Біреулерге барлық идеальный болып көрінеді. Бірақ мен ол оймен келіспеймін. Яғни макияж бір адамның сұлулығын одан сайын әдемілеп көрсететін сондай бір құрал болуы мүмкін. Жалпы қыздарға уверенность береді ғой. Макияждан кейін уже адам өз-өзін ұстауы басқаша болады. Ал енді кішкене макияждың адамға деген зияны бар ма, сол туралы әңгімелесейікші? Зияны болады ғой, әр нәрсенің тұрғыт менің ойымша өмірде пайдасы мен зияны бірге жүреді. Макияждың әдемілік жағынан пайдасы болса да, зияндылығы бар. Банағы ол әрине қайта бетті тоналды кремдермен бояй беру, күнделікті да боясын, бірақ адамдар соны күтім дейді ғой. Сол банағы уход жасау керек. Зияны келмеу үшін адамдар өз-өзіне уход жасау керек. Сол кезде ғана оның зияны болмайды деп ойлаймын. Ал бізде енді қазір бірақ көбісі солған көшті ғой, уход жасауға. Сенен тоналка алдым ғой бір кезде. Қашан болды ол? Февральда ма? Бір, по-моему, Изимен подкаст түсірердің алдында маған тоналка керек болды. Өйткені оған дейінгі видеоларды қараса, мен бетім жылтырап, андай. Мен онсыз да қап-қарамын да, қыздың өзінде қап-қара болып жүрген адаммын. Изидің алдында кішкене бір түрімді келтіріп алайыншы, дұрыстап алайыншы деп, Изидің қасында урод болып отырмайын деп қой. Сен уже самооценкаң жоқ. Ой, ауыр дейсің. Сол сенен тоналка аламын. Мен білмеймін қалай қолданатын. Сосын сен андай аудизацияны жүресің. Губканы кішкене алғалдайсың. Сосын губкамен сол тұрғы. Спонж.
спонжпен бүйтіп ана тоналка жағасың деп. Мен жағатын жағын түсініп алдым, жақтым, сосын барып кешкісін үйге барып ұйықтап қалған ғой. Таңертең келесі күні тұрамын, ұмытып кетіппін сүртуге ше. Мен адамдар айтады, бітті болды, сенде енді аллергия басталады, ана мына. Жоқ, ешқандай аллергия болған жоқ. Хадид Тажиевтің тоналкасы демедің ба? Ешқандай аллергиясы бермейді. Камераға қарап реклама жасап жібер осы жерде. Бұл Хадид Тажиевтің тоналкасы. Таңертең тұрсам әлі тұр бетімде деп. Таңертең тұрсам менде ешқандай не болған жоқ, бірақ та андай адамдар айтады да, ой бұл андай өзіңе әдет қылдырып алсаң, ол терің одан сайын нашарлай береді дейді да. Яғни тоналка жақтың кешкісін міндетті түрде ана ватный немен жуу тазалап тұру керек дейді. Иә, ол дұрыс. Уход деп айтып жатқасын осы жерде айтып жатқан ғой. Жалпы достар, мен сияқты съемкаға түсетіндеріңіз болса, Ади сияқты сұлулық саласында жүрген жігіттер болса, жалпы қыздар да тоналка тағы да басқа косметика қолданған кезде міндетті түрде уход жасауды ұмытпаңыздар. Ади, жалпына қазір өзің айтып жатсың, сұлулық саласы әрмен қарай дамып жатыр, күннен күнге өзгеріп жатыр деп. Енді сұрақ, осы қазір Қазақстанда және әлемде қандай макияж трендтер танымал? Яғни жалпы Қазақстанда, оның ішінде мүмкін өзіміздің атырауымызда, жалпы былай түгелдей әлемді алатын болсақ, қазір сұлулық саласы қай бағытта? Қандай трендтер қазір дамып жатыр? Жалпы макияж саласына жауап берсем, енді бана айтқандай, әр визажистің осы салада жұмыс істейтін өзінің почеркісі болады, өзінің техникасы болады. СНГ бойынша макияж саласы, жалпы сұлулық саласы, салон красоты өте жақсы дамыған. Европаға қарағанда, Дубайға қарағанда. Мысалға, Европада ондай макияж жасау, мен өзім барып көрдім, макияж жасау жағы өте қатты дамыған. Тіпті маникюр, мысалы, Америкада дамымаған. Сол себепті біздің қазақтар, мысалы, Дубайға сондайға жұмыс жасауға барады. Біріншіден, олардың ақшасы қымбат. Екіншіден, банағыдай салыстырмалы түрде олар біздің СНГ-нің мастерлерін жақсы көреді. Өйткені біздікілер жақсы жасайды жұмысты деген. Европада ақшасы қымбат дегенде қызметтер қымбат, иә? Қызмет бағасы қымбат. Жалпы Европаның өзі қымбат қой, соған сай баға береді. Мысалы, макияжға ол жақта. Өзің болып көріп несемен, енді қалай енді? Өзің барғасын, көргесін айтып жатсың ба, әлде? Мен жоқ, салонда жұмыс жасап көрген жоқ. Мен просто Европаға барып, мен как мастер болып бардым Атырауда. Атыраудың бір қызы күйеуге шығып, сол жақта той өткізді. Мен сол жаққа макияж жасауға бардым, заодно демалып Европаны көрдім. Сол кезде байқадым. Енді былай не только көзбе-көз байқағанда емес, бана инста желісінен де көресің ғой. СНГ-да ғана макияж дегендер өте жақсы дамыған. Мына Жапония, Кореяны айтатын болса, олардың техникасы мүлдем бөлек. Кореяларда макияж жасау әдістері мүлдем бөлек. Китайда мүлдем бөлек. Олардың техникасымен, бояну тәсілімен біздің СНГ, біздің қазақтардың макияж жасау тәсілі мүлдем өзгеше. Ол жақта қымбаттау ма? Қымбаттау. Қымбат, біздікіне қарағанда әлде қайда қымбат. Мысалы, қазір Атыраудың өзінде мен өзім техникамды, Мәскеуден оқып келдім ғой, өзім техникамды бір басқа жағына өзгертіп жасап жатырмын, соған жұмыс жасап жатырмын. Клиенттер келген кезде, бірақ біздің клиенттер әлі сол бұрынғы техниканы сұрайды. Макияж бетте көрініп тұру керек деген сияқты. Ал негізі, на самом деле, макияж көрініп тұру керек па бетте? Қалауына байланысты. Адамның бет әлпетіне байланысты, сосын қалауына байланысты. Мен жұмыс жасағанды жақсы көрем, былай черта лицаға қарап. Мысалға, көз формасы әртүрлі, мұрын формасы әртүрлі, да, соған сай жұмыс жасаған жақсы көрем. Егер оған жаңа қою түстегілер үйлеспейтін болса, мен клиентке ескертем профессионалды түрде, маман ретінде, керісінше давайте сізге былай жасайық деген сияқты өзім кеңесімді беріп жасаймын. Өзің сен тек қана сапалы косметикамен ғана жұмыс істейсің, солай ғой? Ал сапалы косметиканы қалай тануға болады? Мысалы, енді ғана боянып келе жатқан қыздар. Жалпы мен сабақ оқытқан кезде басынан бірден қымбат косметикаларға алуға кеңес бермеймін. Өйткені оқушылар бірден клиент қабылдамайды. Олар әзірше қолдарын жаттықтыру үшін модельдермен тегін макияж жасап жұмыс жасау керек. Содан кейін бар өз-өзіне мен сенімді болған кезде ғана профессионал түрде макияж жасап бастау керек. Сол кезде ғана кішкене люкс вариантты косметикаларға көшу керек. Өйткені қазіргі таңда адамдар бұрынғыдай емес, қыз балалар макияжын
не екенін білет, брендтік косметикаларды білет та, келген кезде бәріне же хочется жақсы, профессионалды, қымбат продукциямен боянған. Әрине. Сөйтіп жайлап алады. Бірден қымбатқа енді жағдайын жетсе, пожалуйста, ал деп айтамын. Но егер кішкене эконом жасаған келсе, бюджетный вариантта косметикаларда өте жақсы түрлері бар. Мұндай сұрақ қойыншы, қымбат косметика тең болады сапалы косметика. Ол рас па, рас емес па? Қымбат косметика тең болады сапалы косметика. Қымбаттың да аса қатты сапасын бермейтін өнімдері бар. Сапалы косметика арзан болып келуі де бар. 50-50 деп айтсам болады. Бұл адамның өзінің жеке талғамына байланысты. Қалай таңдай алады, қалай жұмыс істей алады. Қалай таңдайды, жағдайға байланысты. Мысалға, қазір енді жарнама болмас деп ойлаймын. Бірақ арзан, бірақ жақсы нәтиже бере алатын брендтерді ұсына аласың ба өзің? Мысалға, маған мәскеулік бренд Шик деген ұнайды. Шиктің продукциялары жақсы, енді әркімге әртүрлі ғой. Маған өзіме ұнайды кейбір продукциялар. Барлығын қолданып көрмедім, но ішінде мен қолданатын қолжетімді бағадағы продукциялар бар. Көп мен өз басым, мысалға, аса қатты рөл ойнамайтын өнімдерден бюджетный варианттағы косметикаларды ұсынамын. Мысалы, карандаш для губ деген бар, да, гель для бровей дегендері бар, біле білсең, сондайларға. Бұлай основаларға онда ақша аямау керек. Түсінікті. Ал жалпы косметика, былай айтайыншы, расист емеспін, бірақ қойын, косметика нәсіліне қарай бөліне ме? Нәсілге қарай, мысалы, сары түсті, ақ түсті, қара түсті адамдар болуы мүмкін. Бөлінеді. Бөлінеді, иә. Неге бөлінбейді? Өйткені сенің мысалы қара түсті тері болса, олардың өзінің алатын қара түсті тоналды кремі болады. Атырауда енді көбіне славяндармен, сосын қазақтар ғой енді. Қазақтарға мынандай косметика үйлеседі, ал славян, яғни бет-әлпеті славян болып келетін ұлттарға басқа косметика қолдану керек деген. Оның барлығы теріге байланысты жеке қарастырылады. Адамның тері, ол қазақ болсын, орыс болсын, ұйғыр болсын, адамның терісі қандай состояниеде болады, сен соған сай продукциялармен жұмыс жасау керексің. Енді сұрақ, сіздерге жалпы қара нәсілді қыздар, жігіттер келді ме? Мен бояндырып көрмедім өз басым. Жоқ. Ондай болған жоқ та? Жарайды. Енді бұл жерден де бағанадан бері біз оқушылар туралы айтып жатырмыз ғой. Ер бала оқушы, екі ер бала оқушы болды деп. Енді сенің клиенттерің туралы сөйлесек, жалпы клиенттерің арасында ер адамдар бар ма осы Атырауда? Мен өмірімде бір рет бір женихқа барып бетіне жеңіл тоналка крем жақтым, болды. Одан кейін ер адам бояндырып көрген жоқ. Яғни сенің 99% аудиторияң қыз балалар. Мен өзімде қабылдамаймын. Иногда сұрайды жаңағыдай күйеу жігіттерге, әншілерге жібергісі келеді. Мен өзім ер адамдарды қабылдамаймын. Мысалы келген жағдайда әншілер болсын, тамадалар сұрау мүмкін көмектеріңізде. Ондай жағдайда олар кімнің көмегіне жүгіне алады Атырауда жүрсе мысалға? Бар ма? Басқа салондар бар ғой. Сұлулық салондары бар ғой. Бағанағы әншілермен қызмет ететін, ер адамдармен қызмет ететін. Енді олардың бәрі қыз бала болғасын, оларға душы жасай беретін шығар. Бірақ мен салонда ер адамдарға, мен мастерлерімде қызмет атқармайды. Жарайды, түсінікті. Енді қара дейсен, бұл жерде визажистен бөлек, сені модель деп таныстырдық, одан бөлек блогер деп те таныстырдық. Сен блогермен деп өзіңді айта аласың ба? Айта алмаймын. Мен бьюти-блогермен деп айта аламын. Бьюти-блогер. Жалпы блогермен деп Атырауда өзімді айта алмаймын. Оқырман саны бар, менің қолдаушылар бар, активность бар. Керек жағдайда ғана Инстаграмды қолданамын. Сен публикацияларың жақсы просмотр жинайды, жақсы лайктар жинайды. Мен ойымша, сенде қанша қазір 15 мыңдай подписчик бар? Жоқ, ол сен, который подписан, ол менің личный инстаграмым. Ол жақта мен көп активный емеспін. Ол основной емес сенде, да? Мен основной, менде бьюти салонның инстаграмы бар, сол жақта жұмыс жасаймын көбінесе. Енді бьюти-блогер бола тұра, бұл жерде Атырауда қандай бір трендтерді қолданасың, яғни Алматыда, Астанада түсіріп жатқан трендтерді, андай болады, видеолар. Сондайларда Атырауда жүре ме, жүрмей ме, андай өтімді ме? Жүреді ғой, ол Атырауда, ол Қызылқоғада бар, Мұқырда отырсаң да ол тренд жүреді ғой. Инстаграмдағы ол бөлінбейді, мне кажется, қалаға. Мен өзім трендтерге жоқпын. Мен бір 3-4 максимум видеом бар, бана трендке байланысты түсірген, и то қысқа. Бұлай өзім жаңағыдай трендке байланысты видео түсірейінші, бұлай көрсетейінші, ондайға мен өзім жоқпын.
Мүлде ондай трендтерді тіпті қолдамайсыңдар да? Жоқ, қолдау, мен әңгіме одан емес. Қолдамағандай түсіре берсін, түсіргісі келетін адам. Мен өзім қолданбаймын ондайларды. Мен бір видео көргем, визажист әйел адамдар өздерінің ер адамдарын бояйды ғой инстаграмда. Көрген жоқсың ба? Иә. Анау кәдімгі дұрыстап тұрып бояса, ер адам деген кәдімгі андай бет әлпеті қатты өзгеріп кетеді екен да. Ер адам ол камерадан көрінеді да, солай жалпы ер адам терісі әйел адамдардыкінен мүлдем өзгеше, басқаша кішкене қаттылау болып келеді. Сол себепті оларға бәрі макияж андай қатты слой болып көрініп тұруы мүмкін. Яғни әйел адамдарға үйлесіп кететін, жарасып кететін макияж ер адамдарға мүлде жараспауы мүмкін. Ал біздің көріп жүрген видеоларымызда макияж как раз ол әйел адамдардың макияжы сияқты. Иә, енді тренд үшін сөйтіп түсірген шығар. Мен қазір мен отырып боянып рилс салайын, то же самое тренд. Но мен Инстаграм желісінде менің өзімді бояндырып жатқан видеоларым бар. История бөліміне мен бөлісетін болдым. Ол бояну, банағы мысалы қыз балдарға арналған көз бояу техникасы да. Мен оны просто еріккеннен айнаға қарап отырып боянған жоқпын. Мен банағы оқушылар келген кезде маған түсінікті болу үшін мен өзіме көрсетіп жіберетін кейбір кезде болады. Сол кезде мен моментті видеоға түсіріп аламын. Ол жаңағы инстаграмда қаралым жиналу үшін, адамдар плюс оқырмандарым тоже оларға түсінікті болу үшін. Менің инстаграмдағы көбіне видео жүктейтін мақсатым ол менің оқырмандарыма пайдалы ақпарат тегін беру үшін. Иә. Сол себепті мен өзімде бүйтіп бояп атқан видеоларымды салай беремін. Өйткені оқырмандарым жазады, мен шынымен де сіздің видеоларыңыз арқылы біз боянуды үйрендік. Мен бір жақсы тықпаймын да ақпаратты, мен барымша көрсетуге тырысамын. Үйренетін адам үйреніп кетеді. Иә, одан бөлек сіздің достар, біздің YouTube арнамызға да тіркелуді, яғни жазылуды ұмытпаңыздар. Біз байқаймыз, көбінесе ол шамамен 96-97% көрермендеріміз біздің видеоларымызды подпискасыз қарайды екен, яғни жазылмай қарайды екен. Ол біздің видеоларымыз продвижениесына, яғни ары қарата монетизациясына да қатты өзінің ықпалын тигізеді. Сондықтан достар, барынша осы каналымыздың астында подписаться деген кнопканы баса қойыңыздар. Әрбір видеомызға лайк, комменттеріңізді тастап, және жаңа шыққан видеоларымызды достарымызбен бөлісіп, өздеріңіз статустарыңызға, стористарыңызға салыңыздар. Сіздер үшін бұл жай ғана тек кнопкаларды басу, біз үшін ол кәдімгідей үлкен рахат. Өйткені бұл біз үшін бұл іс кәдімгідей үлкен іс сыңайлы. Сондықтан достар, сіздердің көмектеріңізді күтеміз. Енді әлеуметтік желілер туралы сөйлеп жатырмыз ғой бұл жерде. Енді сенің ойыңша жалпы визажист бола тұра блогерлікпен айналысу қаншалықты маңызды? Ол біріншіден, екіншіден блогерлікпен айналысуың сенің негізгі кәсібіңе жақсы етіп бір пайдасын тигізе ме, яғни продвижениесына, жаңа клиенттерді табуға, тағы да басқа. Міндетті түрде. Бірінші сұрағың қандай дедің? Бірінші сұрағым, визажист бола тұра блогерлікпен айналысу қаншалықты маңызды? Прям маңызды. Өйткені инстаграм желісі арқылы болсын, басқа желі арқылы болсын, біз өзіміздің жұмысымызды көрсетеміз. Қазір бұрынғыдай заман емес, қазір дамыған заманда сол желі арқылы ғана біз өзімізді танытамыз. Басқа қаладағы адамдар көру мүмкін да. Жалпы пайдасы өте көп. Инстаграммен саланың бірге блогерлікпен. Инстаграмнан келіп жатқан пайданы қалай анықтай аласыз? Яғни бір өзінің несін, ықпалын, мысалы жаңадан клиенттер келе ма, жаңа оқушылар келе ма, инстаграмнан көрдік сіздерді деп. Мен инстаграмға неге ашық түрде барлығын саламын. Мен көбінесе қазіргі таңда сабаққа бет бұрып жатырмын да, аса қатты бұрынғыдай көп клиенттер қабылдамаймын. Мен ашық болғанның арқасында, өзімнің обучениені қалай жүргізетінімді көрсеткенімнің арқасында маған оқушылар көп келеді. Мен сұраймын, теориясы бар, неге мені таңдадыңыз? Сол кезде көбісінің жауабы жаңағыдай, сіз шынайы түрде бәрін түсінікті өзіңіз айтқандай банағыдай үйретесіз. Біз сол үшін келеміз. Оларға мен ол жұмыс барысымен бөліспесем инстаграм арқылы, онда олар білмес еді мені. Жалпы блог жүргізу арқылы қандай мүмкіндіктер ашылды сізге?
блогты жүргізе бастағалы бері? Мен көбінесе инстаграммен жұмыс жасаймын. Бағанағы өзімнің салама қатысты. Мысалға мен Dior брендімен жұмыс жасадым. Басқа да брендтерім, Guerlain деген брендтермен жұмыс жасадым. Олардың бәрі маған пайда келді. Әрине, тегін продукция, тегін косметика, жаңағы күтімге арналған косметикалар бар, сондай-ақ декоративный боянуға арналған косметикалар бар. Өзімнің саламнан көп пайдасын тигізді. Салаңына көп пайдасын тигізді. Яғни қазір Инстаграм кәдімгідей бұл брендті, яғни өзіңнің ID брендін дамытуға, көпшілікке танытуға кәдімгідей жақсы құрал, жақсы инструментті. Бірде-бір құралым сол Инстаграм. Мына брендіңді не істеуге, кішкене более-менее популяризовать етуге, яғни танытуға өзіңнің брендіңді ма? Қандай бір әрекеттер жасадың, яғни блогерлермен коллаб болды ма? Мен жалпы тоже олғанда бір жыл болады, июнь айында, 7 күні мен презентация жасадым, өзімнің тоналды кремді бір жыл бұрын. Өте жақсы жүрді. Тоже ол да бар ғой, банағы Инстаграм арқылы банағы оқырмандармен бөлістім, оқырмандарым көріп сол арқылы маған сеніп сатып алды деген сияқты. Блогерлермен көптен аса қатты жұмыс жасадым деп айта алмаймын, өйткені Атыраудың блогерлеріне басында жібердім. Оқырманы көп, өзім жақсы араласатын адамдарға сыйлық ретінде ғана жібердім, банағы енді как реклама ретінде де. Крупный блогерлермен 2-3 адаммен ғана жұмыс жасап көрдім. Олардан отдача болды ма, ол жұмыс істегенде? Екеуінен берген суммамнын қайтардым. Аса қатты прям пайда көрдім деп айта алмаймын. Соңғы берген адамым, енді қыздар өздері көрсетісіне жатыр, кім жарнамалап жүрген, ол кісіден пайда болды. Но берген ақша суммада нормально болды. Жалпы негізі блогерлерге көп ақша кете ме бір нәрсені жарнамалау үшін? Мен өзім айтып тұрмын, жаңа мен көп блогерлермен жұмыс жасаған жоқ. Мен керісінше өзім көрсетіп сатуға тырыстым. Енді барынша білгенің, енді мүмкін ақылдасқан шығарсың адамдармен. Атыраулық блогерлер жалпы бір затты жарнамалау үшін қаншалықты түсіндім сұрағыңызды. Ақша пайда жағынан ба? Мен атыраулық блогерлерге өзім ақшаға вообще сатып көрмеппін товарымды, тек қана сыйлық ретінде. Рахмет ретінде олар банағыды мені қолдау мақсатында Инстаграмға көрсетті. Олардың жеке қанша табады, қанша қалай пайдаға сатып мен білмеймін. Менің ойымша, мысалы маған жарнама берсе кейбір адамдар, әрбір блогердің өзінің аудиториясы болады, иә? Қандай аудитория? Маған мысалы футболдың немесе деген тағы не бар, спортқа қатысты бір нәрсе болса, ол менің біліп тұрам, ол өтпейтін нәрсе екен. Сол себептен мен бірден отказ жасаймын. Асабаларға мысалы өтпейді. Менің рекламам ондайларға жүрмейді. Мен өзіме біліп тұрам, қайсысы жақсы жүреді, қайсысы сонда ғана жарнамаларды аламын. Мысалға мен айтайын, үйге қатысты заттар өте жақсы өтеді. Мысалға сувенирі бірдеме берсе, либо пол жуатын химиялық заттар берсе өте жақсы өтеді. Өйткені мен оқырмандарым 99.9% әйел адамдар. Менің Инстаграмда өтеді жаңа ремонтқа қатысты. Штори алдым ба, шториді қайдан тіктірткенім, клем алдым ба, клемді қайдан алғаным, пылесос, сондай сияқтылар өте жақсы өтеді. Сен сонда ерлер киімінен бөлек тағы да басқа заттарды жарнамалайсың, өз парақшаңда? Иә. Ол бір ұсыныспен келген жарнамалар ма, әлде өзінің былай от души істеп тастайыншы деген сияқты бір попыткалерің ба? Жартысы ұсыныс, жартысы өзім от души. Wildberries'тан тауып алам кейбір заттарды, сосын сонымен бөліссем, міне мен бүгін осындай нәрсе алдым, маған өте қатты ұнады деген сияқты. Яғни бір кеңес, арзан мырзаның осындай заттар бар, Wildberries'те Озонда бар, осындайды алып осылай деген сияқты. Ади, енді келесі сұрақ, мен ойынша ауыр сұрақтардың бірі болуы мүмкін. Осы жалпы өзің енді сұлулық саласында жүргендіктен, оның үстіне сен өзің айтып жатсың, Атырауда жалғыз ер адамсың, осы салада жүрген. Мүмкін саған әлдеқашан хейтерлер пайда бола бастаған шығар бұрыннан бері. Жалпы осы хейттермен және хейтерлермен қалай күресесің? Қалай күресесің дегенде, олардың сынына, яғни критикасына қалай қарайсың? 10 жыл болды макияж жасап осы салада жүргеніме. Мен бастаған жылдан бастап хейт болды менде. Өйткені жаңа айтқандай менталитет, ауыр хейттер болды, жұмысыма кедергі жасағысы келген адамдар болды. Мен бір жақсы өзімді мықты адамдардың қатарынан санаймын, өйткені ондай сөздерге
мән берем, бірақ көрсетпеймін сыртқа. Өте қатты қиын жағдайлар болды, жаңағы адамдардың сөз сүйектен өтеді дейді ғой. Сондай бір жағдайлар болды. Менде бана саусақпен көрсеткен, бәрін қазір открыто айта алмаймын енді не сөздер екенін, но жалпы келген кезде сол моменттен бастап болды хейт сөздер маған. Мен бірақ самое главное сұрайтын болдым Құдайдан, Алла, маған келген сөздер менің әке-шешем мен туған ағамның құлағына естімесе екен деп. Өйткені оларға да обидно болады. Сөйтіп тілейтін болдым, өзім мен көтере берем деп. Зато сол көтергеннің арқасында осындай өзінің Атырау қаласында бір орным бар деп ойлаймын. Сән саласының арасында соған жеттім. Әлі күнге дейін бар, бірақ әйтеуір кішкене қазір біздің Атыраудың адамдары түсіністікпен қарайды. Кішкене көздері ашылды, жаңа білет деген сияқты. Ішінде бәрібір табылады әрине көрсететіндей саусақтарын шошайтып. Но көп пайыз адамдар әйтеуір көздері үйренді, жұмысымды бағалайды. Сондай болады. Но қазіргі таңда жаңа айтқанда TikTok желісінен танымайтын адамдар, адамның сырт бейнесі айта береді ғой, адаммен сөйлесіп көрмейінше, сол себепті бар, әлі де жалғасып келе жатыр. Иә, хейт деген бір жағынан, пятерочка біздің осы студиямызға келіп бір подкастымызда қонақ болған, пятерочканың өзі айтады ғой, Зайда, негізі хейт керек дейді да. Ол кісі қалай көтереді шыдайды екен? Ол кісіге, оказывается, өте көп адам кәдімгідей жеке басына зиян келетіндей бір үлкен әрекеттер жасағысы келген бе, кәдімгідей көп нәрсені боқтаған, күйеуің осындай ертең балалар тәрбиелейсің не деп. Сосын ол кісі үстіне шағымданған ғой ана кісілерге. Содан тоқтатылған. Содан тоқтатылғанда жоқ, тоқтамаған, әлі күнге дейін хейттер келеді дейді, бірақ ол кісі айтады, хейт арқылы керісінше менің аудиториям одан сайын үлкейіп отыр дейді. Жоқ, ол жағынан әрине пайдалы бар да, но адами тұрғыдан қараған кезде мен жалпы түсінбеймін мынау адамдардың, сенің біреудің жасап жатқан жұмысы басқа адамға зиянын келтірмесе, әсер етпесе жаман жағынан, неге ол адамдар өйтіп хейт жазады? Өйткені сенің жасағанды ол адамдар жасай алмайды, бірақ оны олар ешқашан мойындамайды. Мен сені көре алмағаннан айтқан жоқпын деп мойындамайды. Олар в душе мына жақтан қынжылады и соны шығарады. Бірақ ешқашан мойындамайды. Көре алмаушылықтан да ондай да бар. Мысалға маған қаншама фейк аккаунттардан жазады. Комментарий фейк аккаунттан жазады. Мен салонымды жамандағысы келеді. Тугистің астында мысалға ер адамдар көбінесе бар хейт жазған. Ол ер адам біздің салонымыз арналмаған ер адамдарға да. Ол ер адам қайдан біледі мен салонның ішінде не болып жатқан деген сияқты. Демек сен жарнаманың жұмыс істеп тұр, оларға жетіп. Әрине ол кім жазғанын білмеймін, әйтеуір сондай комментарийлар келеді. Вообще болмаған ситуацияларды жазады деген сияқты. Енді конкуренция бәрібір де бар ғой, бірақ мен өз басым конкурент ретінде адамдардан басқа салондарды өзім сырт көзге конкурент болып көрінгенмен мен өзім қабылдамаймын ешкімді. Олар әр салонға, әр мастерге клиент табылады. Ол сән саласынан болмасын басқа да адамдар хейт жазу мүмкін, жай қарапайым адамдар. Іш пысқаннан келеді, телефон қолына алады, ой, осыған жаза салайыншы деп жаза салайыншы емес, көріп отырады, мысалы сені видеоңды немесе суретінде либо жасап жатқан жетістігіңді деген сияқты жазады. Мен самый не бар, бір әлі есімде қалып қойды, бір Ақтаудың ба бір жігіт жазған TikTokқа. Мен ойлаймын адамдар қалай солай тілейді деп маған жазып жіберген, сен сияқтыларды ұрпақсыз қалдыру керек. Самый большой есімде қалып қойған нәрсе. Ол даладағы біреу, ол қандай видеоға жазған? Ол мен уход жасап жатқан видеом бар, бетіме күтім жасап жатқан, сол видеома жазып кеткен ғой, ер адам. Аккаунты жабық дейсің ғой. Ашық болды сол кезде, қазір білмеймін. Енді білмеймін, құрметті достар, енді бұндай адамның жеке басына кір келтіретіндей ондай қатты үлкен ауыр комменттерді тастамауға тырысайық енді. Бір жақсысы, мен ит үрді екен деп мен де үрген жоқпын. Өте дұрыс. Енді сен ата-анаң туралы айтып жатсың ғой, ата-анаңа, ағаңа сол ауыр хейттер жетпесінші деп. Жалпы ата-анаң сен бұл салада жүргеніңе қалай қарады, көзқарастары қандай, ең басында бастап жатқанда қалай қарады? Жалпы мен айтамын, қарсылық білдірді ме деген. Мен бірінші Аллаға рахмет айтамын, шүкіршілік етемін. Менің жаныма ата-анамды да, бауырларым, туған туыстарымды да, сыныптастарымды да, өзім араласатын ортамды да, группаластарымды да
менің жаныма түсіністігі, мені сондай түсіністігі бар ортаға қосты да. Мен енді өмірде жаңадан танысасың адамдармен де әртүрлі ортаға кіресің, әйтеуір түсіністігі мол адамдармен, қасымдағы адамдармен. Сол үшін шүкіршілік әрі рахмет айтамын. Ата-анам маған қарсы болған жоқ, өйткені олар менің кішкентай кезімде көрді осы салаға қызығатынымды. Ешқалай өзім, мысалы мен ағам екеумізді салыстырсақ, екеуміз жер мен көктейміз. Екеуміз екі түрліміз. Оның вообще саласы басқа, оның жасайтын жұмысы басқа. Ол негізі қай мамандықты бітіргенін білмеймін, бірақ қазір электрик қызметін атқарады. Отбасылы, әйелі бар, 2 баласы бар, олар әке-шешемен Алмалыда бірге тұрады. Туысқандарым, үлкен көкелер дегендер болады ғой, ешкім ешқандай қарсылық білдірген жоқ. Енді Алмалы деген қазір қалаға жатады, кезінде ауылдық жер болды. Енді ауылдық жердің адамдарын білесің, кішкене ондай нәрселерге көзқарастары басқаша болуы мүмкін. Ал сенің көршілерің, жерлестерің кішкене біртүрлі қараған жоқ па осындай шығар? Білмеймін, ол жақтан маған ешқандай тоже хабар келген жоқ. Мүмкін ата-анаңа келген шығар, бірақ ата-анаң саған жеткізбеген шығар. Білмеймін, енді әркім ойламаймын, мен ауылдың адамдары, біздің Алмалының адамдары өйтіп айтады деп. Наоборот, ауылдың адамдарын көріп қалғанда қазір деген оқырмандарым арасында кейде жазып жатады, сен біздің Алмалының баласы екенсің ғой, молодец деген сияқты сөздер жазып жатады, ер адамы да, әйел адамы да, Инстаграм желісінен. Сен ананың баласы екенсің ғой, сен мынаның баласы екенсің ғой. Андай болған жоқ па, менің баламның аузына түкірші, сен сияқты үлкен азамат болсын. Жоқ, бірақ менің атымды қойған оқырмандарым болды. Әди деп балалар. Мен сіз есіміңіз ұнады, қандай Әди деп қойдық, енді сосын 1 жылдан кейін жас бір оқырман, сол оқырман Әди деп қойған, 1 жылдан кейін жас, біз енді қыз босанайын деп жатыр, қандай ат кеңес бересіз Әдиге ұқсайтын деген. Әди дедің ба сосын? Ұмытып қалдым, бір сондай бір, жоқ, оның бірінші баласының аты Әли болды, екіншісін Әди деп маған қойды, үшіншісін тоже қыздың атын тапшы деді, айтшы деді маған. Мен Аяма сондай бір 3 әріптен келетін ат. Оңай айтылуға, оқылуға, сондай бір не істедім. Ұмытып қалдым, бірақ қандай ат, бірақ 3 әріп болды әйтеуір. Сондай есім қойғандар бар, бірақ түкірші дегендер ондай. Ондай болған жоқ, тұсаукес деген сияқты болған жоқ ондай. Жоқ, енді шынымен де менің ойымша сен біздің облысымыздан шыққан, осы салада жүргеннен былай тұрсың, енді сен модельсің, блогерсің. Менің ойымша сен ешкімге қазір ешқандай зияның тиіп жатқан жоқ. Сондықтан үлгі тұтар азаматтардың бірі ретінде сен санауға болады деп өз басым есептеймін. Алдағы уақытта енді көріне бер биіктерден, кәдімгідей қоштасып жатқандай сөйлесіп жатқан жерде. Сіздің рахмет, әрине. Әрбір мен өзім жалпы мынау мотивацияны қайдан аламын? Жұмыс жасауға деген құлшынысым артады, адамдар сені қолдаған кезде. Әрине. Шат даладағы адамдар, мысалы оқырмандар болсын, мені қолдаған кезде мен одан әрі, мысалы мен бағанағы бір ақпаратпен бөлістім ба, макияжға қатысты рахмет деп жазған кезде келесіде мен тағы да салғым келеді. Ол адамға тағы да пайдалы болсын, мен содан арқылы мотивация аламын. Не сияқты ғой, кейбір болады ғой, кейбір авторлар болады, блогерлер болады, өзінің ісімен айналысып жүреді. Сол кезде айтады да, мысалға ақшалай рахметке қарағанда иногда осындай кәдімгі адами рахмет, кәдімгідей жүректен алғыс жетеді бәрібір. Ақшалай деген не дейді? Ол ақшалай былай беріп тастайды, болды, ол сенің еңбегіңді қалай келісілді, солай бағалағандай болды. Ал бірақ та шын мәнінде рахмет, алғысын айтып, болашағыңа кәдімгідей жақсы тілектер тілеп, алдағы уақытта осындай биіктерден көріне бер деген заттар оказывается адамдарға одан сайын кәдімгідей шабыт береді. Шабыт береді. Енді мына жеке өмірің туралы кішкене әңгімелесейік. Жалпы жеке өмірің мен мына жұмысың екі ортада қалай бір баланс ұстай аласың ба өзің? Әлде тек жұмыс деп көбінесе осы жұмысыңмен жүрсің ба? Менде қазір данный момент прямо андай аса қатты жеке өмірімде өзгерістер жоқ. Өйткені мен кедергісін жасамайды өмірім жұмысыма. Және керісінше жалғыз тұрамын, әке шешемнен бөлек тұрамын. Мен 8-ші сынып бітіріп қалаға көштім ғой, содан бері туысқандардың үйінде жаттым, Алматыда жұмыс жасадым. 2018 жылы Алматыдан келдім де мен бірден ауылға барған жоқпын, пәтер жалдадым да, қалада тұрдым.
бір 5 пәтер ауыстырған шығармын өзім. Содан кейін өзімнің баспанамды алып, қазір өзім тұрамын жеке. Қазір өзіңнің баспанаң бар, өзің қалада тұрасың. Осы саланың арқасында, хейтерлерге айтайын, осы саланың арқасында, ешкімге зияным тимеген арқасында өзім баспаналы болып, өзім жөндеу жұмыстарын жасап, Бәрекелді. жұмыс жасап. Яғни сен жұмыс пен жеке өмір арасында тепе-теңдікті кәдімгідей сақтай аласың, иә. Маңдай залға барасың. Одан бөлек Енді мен қазір немін ғой, айналысасың. өзім қожамын ғой. Менің қолымда ғой, жұмыс жасағым келсе жасаймын, демалғым келсе демаламын деген сияқты. Демалғанда сен көбінесе шетелде демаласың, мен байқадым Инстаграмнан. Жақындағына Түркияға барып демалып келдің. Жақында туған күнді өткізіп келдім. Туған күнің Түркияда өтті. Ол жерде достарыңмен, ағайындарыңмен кіммен бардың? Ішінде ағайыным бар, нағашы әпкем бар, және достарымыз. Бірге жүреміз бір клубта, солармен бірге бардық. Жалпы саған сол демалуға, шабытталуға не көмектеседі? Осындай кәдімгідей нәтижелі жұмыстың арқасында ма, әлде басқа адамдардың алғысы ма саған шабыттандырады? Мен өзімді творчество қатарында санаймын ғой, енді творчестволық адам болғасын, мен бір орында көп жүре алмаймын. Мен Атырау қаласы мені қысады. Атырауда өкінішке орай мен өзімнің жасайтын жұмысымды жасап тастадым. Творчестволық адамдар түсінетін шығар, әрі развитие аз, даму аз. Өйткені мен 10 жыл бойы өзімнің қызметімді атқардым. Әрине әлі де атқарамын, бірақ та кішкене қысқандықта мен тіпті шетелден бөлек, мен иногда ешкімге айтпай Алматы, либо Қазақстан үлкендеу қалаға барып демалып келемін. Өзімнің ойымды жинақтаймын деген сияқты. Мен сапарға шыққан кезде маған жаңа идеялар келеді. Сол себепті мен жиі шетелге шығамын. Иә, ол енді рас шынымен де. Мен де өзім көп демалғанын ұнатамын. Енді кім демалғанын ұнатпайды жалпы. Сөйтіп шынымен де мына өзіңнің ауылыңнан, қалаңнан алыстаған кезде кішкене шынымен де жаңа бір ойлар келеді екен. Сен айтып жатсың ғой, Алматыға барғанда, Түркияға барғанда деп. Осындай соңғы Түркияда жүрген демалысына жақсы бір идеялар келді ме ойыңа? Осыны істеймін ау жақын арада деген. Стамбулға мен барғанда, енді мен бірінші барып тұрған жоқпын, сол себепті осы жылы мен чисто туған күнді атқаруға бардым. Жұмыс ойламай, ешқандай нәрсені ойламай, тек қана өзіме көңіл беріп туған күнді тойлап келдім. Сол себепті бір жақын идея алып келдім деп айта алмаймын. Ал сенде андай бола ма, мысалға былай жүресің, 2-3 күннің арасында басқа жаққа кетіп қалу деген аяқ асты спонтанно? Иә, мен қазір отырып билет алып жүре бере кетіп қала аламын. Жағдайым жетіп тұрса, алдымдағы жоспарларым бос болса, ешқандай мысалы 2-3 күндікте жоспар болмаса, қалада бітіретін шаруам мен не істеймін? Кетіп қаламын. Сен жұмысыңнан былай алыстап басқа жаққа кеткенде жұмысың әрмен қарай жалғаса бере ме? Яғни сенің артында сенімді адамдарың бар? Әрине, менің командам бар ғой, 10 шақты қыз баласы жұмыс жасайды қол астымда. Олар өздері жұмыс жасай береді, иә. Қадағалайтын администратор бар. Яғни жақсы етіп бір структура, бір механизм құрып алдың. Иә. Сен тек барасың, анда-санда барсаң да болады, күнделікті барып жатпаған шығарсың бұл жерге. Енді қараңыз, өзінің жұмысын болғасын, өзін сияқты бәрібір де ешкім жұмыс жасамайды. Ол жасыратын ешкім ренжімейді. Мен мастерлермен олардың өздеріне де айтам. Олар өз бетінше банағы шамалары келгенше қызмет атқарады, бірақ әр нәрсенің басында анда-санда өзің жүруің керексің. Яғни сен барып, анда-санда қадағалап қойып, айқайлап, дауысыңды көтеріп дейсің. Әртүрлі мен өте қатты эмоционалды адаммын негізінде. Ашуланам ба бір нәрсеге мен көп мастерлерім сөйтіп ренжіткем. Бірақ бір жақсысы мен ашуым тез қайтып кешірім сұраудан қорықпаймын адамнан. Мен мысалы мастерлеріме қатты сөйлеп қалған кездерім болды, олар көзінен жас алған кездер болды. Бірақ кешірім сұрап жаңағыдай ортаны отношениямды құртып алмауға тырысамын. Ал сен өзіңе қалай көзіңе көп қалай жиі көзіңе жас ала бересің ба? Ондай эмоционалды адамсың ба, неге сентименталды? Мен эмоционалды адаммын. Смотря не үшін көзіңе жас алдым, соған байланысты. Қандай кезде жүрсің? Жұмысыңа қатысты. Салон болды, бір шаршағаным болды, қатты шаршадым. Сол кезде шаршағанда енді ауыртпашылық, мынау жауапкершілікті көтеруден шаршаған кезде мен жылағаным бар. Мастерлерім көрдім. Осы уақытқа дейін біреуге өкпең болды ма? Жалпы дәл қазіргі уақытта да біреуге ұстап қалған өкпең болып, содан кейін араласпай алған? Жалпы өмірде ма или салонға қатысты ма? Өмірде болсын, салонға қатысты болсын.
негізі айтады ғой, адамға ренжуге болмайды, ренжісең ісің оңға баспайды, кешіре білу керек деп, негізінде біреуге ренжіп өмір сүрме деп. Бар, іштей реніштерім бар адамдарға, кейбір жандарға бар. Осы сондай болмағанда екен ғой дейтін. Жалпы кешірімдісің өзің, кешіріп біле Ол адамдармен мен араласам, көрем анда-санда, как ештеңе болмағандай. Бір қынжылатты тек қана ішін. Так бір жеп көріп ойбай, банағыдай жаман қарғыс айтып, жаман сөз айтып, ондай жоқ. Ал сен мына брендіңді ашып жатқан кезде сен жалғыз ғана өзің ғана аштың ба, әлде сенің қасында партнерларың болды ма? Өзімдікі. Өзің ғана болдың. Партнер болып кірейін деп ешқандай ұсыныс болған жоқ па сырттан? Жоқ, болмады. Мен ашқан кезде қасымда қолдаушы жиен апам болды, Айжан есімді. Бірге барып Китайға қасымда жүріп, ол әлі күнге дейін қасымда салонда сол тональный кремнің қызметін атқарады, сату жағынан деген сияқты. Яғни маркетинг жағына жауапты сол істейсіз. Солай кісі, сол кісі. Енді сенің өзің студияң бұл жерде Атырауда тек бір ғана локация. Басқа да точкаларын ашу жоспарда? Атырау қаласында жоқ. Ал басқа қалалары? Басқа қалаға бар ойымда, болашақта әлі келе жатыр, мәне деп кішкене сылтаулатып. Бірақ ойымда бар. Көп сұраныс шақырады, мысалы, көбінесе мен Алматыға шақырады. Өйткені мен Алматыда жұмыс жасадым ғой. Сені біледі ол жақта, сол саладағы кісілер? Иә. Көбісі біледі. Оқырмандарым, мысалы, Инстаграмда оқырмандарым салыстырсақ, бірінші орында Атырау, екінші орында Алматы. Яғни Адида жігіттің брендінің келесі нүктесі ашылатын болса, бәлкім Алматыда ашылып қалуы мүмкін. Иә, Алматы қаласы. Ал егер кеңірек ойлайтын болсақ, жалпы әлем бойынша басқа қалаларда, басқа елде ашылуы мүмкін бе алдағы уақытта? Бұйырса енді одан әрі дамып көркейіп жатсам, әрине неге ашпасқа. Бірақ өз басым мен енді өмір бақи өйтіп макияж жасап отырғым келмейді, бет бояндырып. Ал немен айналысқың келеді алдағы уақытта? Осы брендті косметикаларды әрмен жалғастырғым келеді. Сенің қазір сатып жатқан косметикаң түгелдей Қазақстанда жасалатын косметика ма? Қазақстанда емес, Гуанчжоуда жасалады. Қытай мемлекетінде. Яғни продукция түгелдей қытайлық, иә? Аяқтай барып жасаттым. Аяқтай барып таңдап, уақыт берді, оны жағып көрдім, тестировать етіп қарадым, тіпті Китайда жүріп өзім бетіме жағып алып, әдейі тексеріп, сөйтіп жүрген кейбір продукция. Ал Қазақстанда жасау ондай продукцияны әзір мүмкін емес? Мен өзім ары қарай ол жаққа сұрақ қойып көрмеппін. Қазақстанда жасаймын екен, ондай мен шынымды айтсам хабарым жоқ. Ондай дәрежеде, ондай качествода, ондай фабрикалар, заводтар бар ма, мен білмеймін. Ал жалпы үкімет тарапынан қолдау бар ма сенің қазіргі жеке бизнесіңді жүргізіп жатқаныңа? Жоқ. Ал мүмкін алдағы уақытта косметикаң қалай болса брендing әрмен қарай дамып, үкімет маған кредит бермесе басқа ештеңе берген жоқ деймін. Кредит алдың сен үкіметтен? Мен жұмыс үшін емес. Жалпы айтамын, үкіметтен де, үкімет кредит алмасам, үкіметтен басқа ештеңе сұрамаймын. Жоқ, андай қазір енді әртүрлі бағдарламалар бар ғой, жеке бизнес. Жоқ, жасап көрген жоқпын бағдарламалармен, жұмыс жасап көрмедім. Енді мысалға сен айтып жатырсың ғой, алдағы уақытта тағы да басқа салада өзіңді көрсетіп білем бе деп. Енді жалпы осы косметика, сұлулық, қалай, сұлулық не дейтін еді, саласы, иә? Сұлулық саласында жүргеніңе біраз уақыт болды. Алдағы уақытта мүмкін сен үлкен өзгеріс жасайын десең де, мысалы, допустим, сен үлкен өзгеріс жасағың келеді, сұлулықтан алыстағың келеді, сонда сен қандай жаңа салада өзіңді күш сынап көрер едің, егер сұлулық саласы болмаса? Мысал ретінде. Мысал ретінде. Жай ғана мысал ретінде. Мен мамандығым бойынша универде экономиканы бітірдім. Мен де экономистпін. Галочка оқыдым, бірақ білмеймін, мен өзімді басқа салада елестеткім келмейді, елестете де алмаймын, өйткені мен өзім сұлулық үшін жаратылғаным деп ойлаймын. Сол алыс кетпеймін, даже киім дизайнері болып кетсем де, мысалға айтамын да, мысалы, басқа салон ашсам да, басқа продукция шығарсам да, мен осы саламен жүргім келеді әрмен де. Мүмкін актерлікке бет бұру деген ойда болмады? Ойымда болмады.
Жалпы осы ұсыныстар түсті ме жалпы? жоқ. Ешқандай. Мүмкін енді атыраулық танымал блогер деп кішкене. Жоқ. Ондай ешқандай болған жоқ. Ондай болмады. Түсінікті. Енді қазір біз енді әрбір қонағымызбен подкастымыз соңына қарай блиц сұрақтар айдарын жүргіземіз. Осы жолы блиц сұрақтар менің атымнан емес, енді бұл жерде енді ChatGPT-дан оқып беруге тура келіп тұр. Енді білмеймін, алдағы уақытта достар сіздерге ұнай ма, ұнамай ма, ұнап жатса комментарийде бөлісе жатсыздар, ұнамай жатса да айтарсыздар. Бірақ та осы шағылымнан бастап блиц сұрақтарды барынша ChatGPT арқылы құрастыратын боламыз. Бірақ та блиц сұрақтарға көшпес бұрын біздің негізі көрермендеріміздің арасында конкурс жүріп тұрады. Яғни бізде негізі көрермендерімізге екі конкурс бар. Бірінші конкурсымыз, яғни көрермендеріміз келесі қонағымыздың дұрыс анықтаса, комментарийға жазып, мінекей осындай кісі келесі шығарылымның қонағы болады деген жағдайда біздің, яғни осы подкаст, ема подкасттың ұйымдастырушыларының атынан сол дұрыс тапқан кісіге, көрерменге, тыңдарманға, оқырманға біздің сыйлығымыз бар, ол кітап. Және біздің екінші конкурсымыз осы шығарылымның астына ең үздік комментарий тастаған көрерменге Виртуозы өнер мектебінің атынан мынандай сыйлығымыз бар, подарочный сертификат 10 000 теңгеге. Достар, сондықтан барынша өздеріңіз керемет комментарийларыңызды тастаңыздар. Ең үздік, ең керемет комментарийлардың арасынан біз өзіміз таңдап алып, осы сертификатты біздің көрерменімізге ұсынатын боламыз. Ендеше Әди мырза, сізге арналған әдейі ChatGPT құрастырып берген блиц сұрақтарға көшсек. Ең бірінші сұрақ: макияжсыз өмір еркіндік пе, әлде жайлылық па? Яғни это свобода или комфорт дейді? Жайлылық. Жайлылық. Неліктен жайлылық, неліктен еркіндік емес? Енді мен еркін, макияжсыз ақта еркін болып жүруге болады ғой. Сол себепті жайлылық мен тек қана банағы бетте тұрады, кішкене мешать етеді деген, шаршайды тері деген жағынан айттым. Жайлылық деп ойлаймын. Жайлылық. Окей. Енді келесі сұрақ ChatGPT-дан. Сән немесе жайлылық, қайсысын таңдайсыз? Мен сән. Осының алдында макияжсыз өмір жайлылық дедіңіз, енді бұл жолы сән деп айтып жатырсыз. Неліктен сән осы тұрғыда айтып кетсеңіз? Өйткені мен сән саласын жақсы көремін. Мен де өзімде андай сұлуынан жылуы деп айтады ғой, бірақ менде керісінше жылуынан сұлуы. Білмеймін, өзімнің сондай. Ауырып қалсаңшы. Жазыларымыз ауырып қалсақ, но әдемілікті, сәнділікті таңдар едім. Керемет. Және біздің үшінші сұрақ ChatGPT-ден: бір брендпен ғана өмір сүру керек болса, қай косметикалық брендті таңдар едіңіз? Адитажи. Сондықтан достар, барынша көрермендер, егер осы сұлулық саласында өздеріңіз қандай косметика таңдауды білмей жүрсеңіз, әлі де таңдау үстінде болсаңыз, Адитажиев мырзаның жеке бренді Адитажиев деген косметиканы таңдауды ұсынамыз. Көп рахмет сізге, Әди мырза. Мен ойымша бүгінгі подкастымыз ерекше болды деген ойдамын. Көптеген тақырыптарды қозғадық. Сіздің ұсынысыңыз бойынша саясатты қозғамадық. Хабарым жоқ, потому что не айтамын саясат туралы. Бана ең бірінші айтқанда, үкімет маған тиіспесе, мен ешкімге тиіспеймін, жүре беремін. Керемет. Өзіңіздің жеке ойыңызды жақсы жеткізе білдіңіз деген ойдамын. Мүмкін сіз біздің көрермендеріміздің арасында өсіп келе жатқан көрермендерімізге рол модел бола алатын шығарсыз. Яғни үлгі тұтар азамат болатын шығарсыз. Мүмкін осы подкасттан кейін адамдар сіздің айналысып жүрген ісіңізбен айналыса бастар деген үміттеміз. Сізге көп рахмет. Көп рахмет. Жалпы қалай подкаст ұнады ма өзіңіз? Жеке ойыңыз? От души сөйледім. Андай ғой, сөйлесіп тұру керек қой, иногда іштегіні шығару үшін, босау үшін деген сияқты. Өте күшті болды. Күшті болды деп мен де есептеймін. Алдағы уақытта бәлкім тағы да бір кездесіп жатармыз. Осы подкастта болсын, басқа да подкасттарда болсын, мүмкін қонақ болып жатармыз. Іштегіні айта беруге болады, кеңесті айта беруге де болады. Ол үшін әрине ұзақ уақыт керек. Қазір уақыт тапшы болған. Менің ойымша 10 жылдық тәжірибемен кеңес беретін де жағдайға жеттім деген ойдамын. Енді сұраған адамға әрине. Осындай кеңестерің таусылмасын, алдағы уақытта биіктерден көріне бер. Құдай қаласа сені тек қана Атыраудың афишаларынан емес, бүкіл Қазақстан, тіпті әлем бойынша үлкен билбордтардан сені жарнамаларында көре берейік. Ал енді подкастымыз соңына қарай кішігірім сыйлық бар.
біздің ема подкасттың атынан бұл бізде Бердібек Соқпақбаевтың өлгендер қайтып келмейді деген кітабы бар екен. Негізі мен бұл кітапты өзім оқығым келген, бірақ та әлі күнге дейін уақыт таба алмай жүрмін оқуға. бірақ та осы кітапты саған сыйлағым келіп тұр, қабыл ала ғой. Рахмет. Кітап оқуға қалайсың? Көп оқымаймын. Күнде менде көп тоже кітаптар алған, неше түрлі тақырыпта бастаймын да ары қарай бір қамтамай қаламын. Бірақ енді оқып бітірейін, сосын саған айтармын. Сондай-ақ Виртуоза өнер мектебінің атынан осы сертификатты саған ұсынғым келіп тұр. Бұл сертификат бізге не береді? Бізге гитара интенсив дейді. 3 айлық оқу плюс бір запись трекка дейді. Мінекей осындай сертификат 10 000 теңгеге. Енді қосымша ақпарат үшін Нұрсұлтан Мырзаға жолықсаң болады. Міндетті түрде келем. Сондай-ақ мен айта кетейін деп едім, осы анау сертификат ойнатып жатыр ғой. Мен де өзімнің атымнан макияжға бір сертификат ойнатқым келеді. Оны Тургутқа табыстаймын. Жақсы комментарий жазсын, не жазса да үшін қалай таңдасаңдар да бір оқырманға жаңа сыйласаңдар болады. Былай істейік. Мен айтпаймын, қазір мен айтсам, комментарий бәрі мені мақтап кетуі мүмкін да. Жоқ, былай істейік. Ең үздік өзіміз таңдаған комментарийға біз сертификатты ұсынамыз. Ал ең көп лайк жинаған комментарийға сенің сертификатыңды ұсынсақ қалай қарайсың? Айырмашылық жоқ мен үшін. Өздерін таңдасаңыздар, сырт көз сыншы дейді, өздеріңіз қараңыздар, кім не айтады, соған байланысты таңдасаңыздар. Сондықтан достар, кішкене белсендірек болайық. Осы видеоның астына өз комментарийларыңызды тастаңыздар. Ендеше бүгінгі біздің шығарылымымыз тәмам. Әдем мырзаға көп рахмет. Сіздерге де көп рахмет осындай уақыттарыңызды бөліп қарап жатқандарыңызға. Ема подкаст бұйырса келесі шығарылымдарда көріскенше. Көп рахмет Әдем мырза. Сау болыңыз.